Ассалаумағалейкум қазақ елі, біз Хадия қайырымдылық қорының атынан қазір үлкен бір қайырымдылық жасайын деп жатырмыз. Алматы қаласының маңында Бесағаш деген жер бар. Жақында ғана салынған үйлердің бірі. Гүлім деген мұқтаж кісі тұрады. Ойлап қалуларыңыз мүмкін, мұқтаж, бірақ осындай бір жаңа үйлерде тұрады деп ол емес. 55 мың теңге айына төлейді. Балаларының пособиясы бар, 4 баласын. Басқа жерде екі баласы инвалид болғаннан кейін осындай үйге тура келеді тұруға. Өйткені жай ғана времянкада тұрса балаларға өте қиын. 250 мың, 300 мыңдай қарызы бар. Екі баласы инвалид, 4 баласы бар. Жалғыз басты ана. Күйеуі 6 жыл бұрын тастап кеткен. Тастап кеткен себебі өйткені екі бала инвалид деген сияқты. Алла сақтасын ондайдан. Енді үлкен сынақтар, сол себепті қазір бәрі анық-қанығын сұрап алайық, қандай мәселе, не мәселе екен. Бізбен бірге болыңыздар. Гүлімнің үйіне келдік. 3 баласы бар, 3 қызы бар, 1 ұлы бар. 4 бала. Бір қызы эпилепсик, тағы да неврологический ауруы бар. Постоянно емдейді. Одан кейін тағы бір ұлы, осыдан бір 1-2 жыл бұрын ұлды ұрып кеткен. Соның себебінен қазір шашы, қасы бәрі, кірпігі бәрі түсіп қалған. Тоже неврологический бір аурулары бар. Бұл кісі өзі бір көзі дұрыс көрмейді, екінші көзі катаракта. Қазір операцияны күтіп отыр. Мынандай бір жағдай, қазір естіп отырмын, субханалла, мен төбе шашым тік тұрып отыр. Мына квартираны 55 мыңға снимать етеді. Оның алдында әкімдер де уәде берген үй береміз деп, тағы да басқа қоғам белсендісі болған бұл кісі. Күйеуі неге тастап кетті деген кезде, мына үлкен қыздары, біреу мына эпилепсик қызымен, тағы да бір қызы, қазір 11-де 13-те. Естіген шығарсыздар, неге Ұзынағашақта болған ба? Ұзынағашақта осыдан қанша жыл, бір 10 жыл бұрын ба, сол жерде 2 қызды зорлаған. Біреуі 5-те, біреуі 7-де. 7-ге толмайды. 7-ге толған жоқ, 5-те, 7-те. Соның қайнағалары ма, біреулері зорлап кеткен. Соның себебінен о жақтың туыстары, департамент полицияда ма, қай жерде тұр, генералдар бар екен. Солар бүкілін жасады, ол балалар сотталмасын деп. Не керек, Гүлімнің қолына түк келмеді. Бірақ балалар, қыздары өкінішке орай зорланған болды. Ештеңе істей алмады. Соның себебінен күйеуі көтере алмай, арақ ішіп, былай айтқанда қуып кетті. И бір жағынан бүкіл семьясын бәрі тастап кетті, жоқ болып кетті. Травмасын көтере алмады, енді мүмкін Алла сақтасын енді бұндайдан. Енді қазір үлкен сынақтар болып жатыр. Бұл кісі қарызға батты. Обещать еткен квартирасын берген жоқ. Кезекке тұрған санағы бар еді, оны да шығарып жіберген себептер бар, белгілі. Гүлім, сол кісіге көмектесейік деп бүгін келдік. Қарызын жабай, қарыздар бар екен, 300 мыңға жоқ. Қатты аш болған күндеріміз болды. Ең бір Алматыға келген кезде әр балаға 2200 ғана алады дедік қой кезде. Сол кезде 8800 ғана аламын. Ол кезде Аллаға шүкір, Алла разы болсын, Думандағы мешіттің жамағаттары өте ұйымшыл болды да, сол кісілер көмектесті. Гүлім, сен өзіміздің қарындасымыз ғой, қарындасымызсың. Продуктыңды әкеп берейік, квартираны төлеп берейік деп, времянкаларды тұрдым мен. Ол жақтан шығарып жібереді, басқа жаққа барамыз. Уже 15-16 ма, сонша рет көшіп қондық. Қазір көшіп қону да оңай емес. Киетіміз сол елдің әкеп берген киімдері. Соларды енді, ондай енді балаларыма енді еш нәрсе бере алмасам да, осылар жақсы адам болса екен, жақсы тәрбиелі болса екен деп өсіріп жатырмын. Бірақ жаңағы көп жерде мені деген кінәлі қылып шығарды да, көп адам. Даже 6 июльде жаңағы Рысбала Икрамай деген блогер бар ғой. Сол қызға бір кісі айтыпты, осы қыз қиналып жүр, осы анаға көмектесіңдер, өте батыр ана деп, тағдырдың талай сынағын көрсе де мойымаған деп. Сосын ол қыз келді. Барлық жағдайды айттық. Ол кезде Атбасарская 35-те тұрамыз, даже терезесі жоқ, времянкада. Жаңағы 17 миллион, жоқ 13 миллион 700 бірдеме мың жиналды. 17 сағатта. Біз қуандық, Жанболатқа деген қуандық. Өзіміздің үйіміз болады ғой, мама деп. Содан кейін ол қыз келмей кетті. Біз 6 июльден бері ұйықтамай күтіп отырдық. 15 күні тергеуші сияқты мен машинасында тергеп, неңіз бар саясатта, неңіз бар акиматқа қарсы шығып деп.
бермейміз, жаңа 1,5 миллион берейін сізге деген, көзіңізге операция, балаңызды емдетіңіз дейді да. Мен айтып жатырмын, бүкіл ел көрді бізді. Инстаграм ашық болады. Қазір бұғаттаулы Инстаграм. Бүкіл ел балалардың бет жүзін көрді. И так та әрең жүрік шоковый состояниеден енді шығып келе жатыр. Қыздарым өсіп қалды деп. Сол мен айттым, керек жоқ, 1,5 миллионыңызды алмай ақ қойын. Хайыр дедім да, хайыр. Алла енді сөйтіп тұрған шығар, одан да хайырлысын нәсіп ететін шығар маған дедім да. Бірақ жаман болдым, жүрегім ауырып, жылап. Сізге бүгін қарыздарыңыз кішкене қинап жіберді деп біліп отырмыз ғой. Елдер қарғап, төлеп тастайық, жедің ғой сен, соны алдың ғой, балаңа бердің ғой деп қарғатты. Көп кісілерді бұғаттап қойдым, айтамай жатырмын да мен. Айыспен де бермей қойдым маған, өйткені айыспен маған, мен мына жерде Бесағаш Талғарға қарайды екен да. Мына Думада оқиды балалар. Соңын мен айттым да, маған беріңіздерші, жағдайым көріп тұрсыздар ғой. 5-10 тиын болса да түссінші дедім да. Даже өзіме даже іш киім де алмаймын мен. Сөйтіп едім, сенікі болмайды екен деп сөйтті да. Сонда мен акиматқа барып жалынып жылауым керек екен да, маған беріңдерші. Айыспе деген маған положено болып тұр ғой. Оны бермейді да. Бірақ бұрынғыдай 21 мың емес, қазір азақ қана береді да. Үлкен балалар ұрған, нанышы, менің көзім көрмейді ғой. Өзім бір демеп берсе, астыға берсе аға. Ардақ ағам. Ана кісі. Атың кім? Жанболат. Жанболат. Бұл әп-әйбат красавчик бала болатын. Осының қасы, мына кірпігі шықты. Енді мына жер ғана шықпай тұр. В общем, ақша талап еткен бұдан. 500 теңге алып шық, 1000 теңге алып шық деп. Осыған дәрілер алдым. Жаңа невропатологқа қаралғанда білесіздер ғой, 5000, 10 000 УЗИға түсіресің, сөйтіп жүр. Балам үшін мен кіріп кеттім сөйтіп қарызға. Алло. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Бұл Хадия қайырымдылық қорынан звондап тұр. Алтын ғой, есіміңіз? Иә, Алтын. Біз қазір Гүлімнің үйінде отырмыз. Гүлімді танисыз ба? Танимын ғой, сіздің де дауысыңыз таныс сияқты. Есім Ардақ болады. Иә. Алтын, ол кісі сізге 100 000 теңге қарыз екен ғой, квартираға? Иә. Соның қарызын өтейік деп еді Хадия қайырымдылық атынан. Гүлімнің қарызын жауып тастайық деп едік, сізге қарыз екен. Түсті ғой, 100 000 теңге? Иә, түсті. Жақсы, рахмет көп-көп. Гүлім сізге қарыз емес қой, Қарыз емес. Благотворительного фонда Хадия, меня зовут Ардах. Вам Гулем, девушка, должна деньги, оказывается, 27 000, что ли, за одежду. Все верно, да. Сколько? Ровно 27, да? Должна? Нет, не 27 ровно. 26 500. 26 500, да? Она за что вам должна? Одежду? Одежду, да, я ей одежду отдавала с хорошей скидкой. Давала на протяжении года, больше года. В долг занимала, вроде бы все нормально отдавала. И в последний раз вот в апреле заняла вещи и все на этом. Мы хотели оплатить долг, закрыть просто. Ну, блин, я буду рада. Спасибо большое. Все, хорошо сейчас тогда. Да, пришли, спасибо вам большое. Теперь она не должна вам, да? Все нормально теперь. Все, спасибо, до свидания. Біз Хадия қайырымдылық қорына звондап тұрмыз. Есімім Ардақ болады. Майра ғой, есіміңіз, Гүлім деген қарындасымыз сізге қарыз бар екен, 21 000-дай бар, не үшін қарыз? Гүлімнен 700 ба, сондай. 21 700 ба? Примерно сондай, аха. Киімге ма, неменеге? 21 000. Алло. Иә, киім алған. Біз сол қарызды өтеп тастағымыз келіп отыр. 21 000 деп округлять етейік, и ол сізге қарыз болмайды, дұрыс па? Жарайды, аха. Все хорошо. Енді ол сізге қарыз емес, дұрыс қой, Конечно. Жақсы, аман болыңыз, рахмет. Әлішер, бұл Хадия қайырымдылық қорынан звондап тұр, есімі Ардақ болады. Гүлім деген қарындасымыз сізге 20 000-дай ма қарызы бар екен, Иә. 20 000 ғой, Иә. Сол қарызды біз төлеп тастайық деп едік, өтеп, қарызсыз қалсын. 20 000 теңге. Бұл Гүлім қарыз емес қой, болды ғой, Қарыз болды. Жақсы, аман бол, ассалаумағалейкум. Эльмира ма? Иә. Бұл Хадия қайырымдылық қорынан есімі Ардақ болады. Сіз Гүлімді танисыз ғой, Гүлім деген қарындасыңыз сізге қарызы бар екен, 18 000 теңге. Иә, уже пошел насып кетті. Сол қарызды біз өтеп тастайық деп едік. Сіз осы номерде Каспийіңіз бар ма?
Иә, бар. Алло? Алло, Эльмира, түсті ме ақша? Иә, түсті, рахмет Ага, сізге. жақсы. Енді ол сізге қарыз емес қой, иә? Иә, қарыз емес болды. Жақсы, аман болыңыз. Қазір үйден көшеге шығуға тура келді, өйткені екі адам телефон мүлде көтермей қойды. Сол адрес бойынша бара жатырмыз да. Мына жерде Фариза деген кісі бар, оған продуктіге қарыз. Және бір Мақпал деген апайымыз бар, оған етке қарыз екен. Соны телефон көтермейді, қазір енді амал жоқ, үйлеріне кәдімгі есін қағып баруға тура келді. Саламатсыз. Фариза ма? Фариза. Біз Хадия қайырымдылық қорынанбыз. Есім Ардақ болады. Гүлім ханым, көксі сізге қанша 18 ба 20 мың қанша қарыз? Сіздің қарызын өтеуге келдік. Сіз таппай қойдық қой. Телефонға звондаймыз, көтермейсіз. 24.860. 860. Болды, енді қарыз емес қой. Қарыз емес. Сіз асалыңыз, Иә, қазір үйге барып жақсы. Жақсы, аман Жақсы болыңыз. болыңыздар. Гүлімнің қарызы қанша? 41 мың деген. Қазір көрейін. Гүлімнің қарызы 42.378 теңге екен. 42.378 теңге. Қарыз емес қой. Жоқ, қарыз емес. Өшіре салыңыз, иә? Өшірмегенде оны мен. Бүкіл қарызыңыз өтеуге. Рахмет, Алла разы болсын. Жақсы, аман болыңыз. Алла разы болсын сізге. Рахмет сіздерге. Гүлім, мына сізге Хадия қайырымдылық қорының атынан және де жалпы бауырлардың атынан қосып сізге тағы да 50 мың береміз. Так. 30 40 50 мың. Мына продуктіге балаларыңызға бір дәрі-дәрмекке бірдеңе керек болады. Қымбатты ағайын, Хадия қайырымдылық қоры мінекей көрдіңіздер, Гүлімнің қарызына жауап берді. Жалпы тағдыры өте қиын адамдардың бірі ғой. Ондай тағдыры өте сирек кездеседі, бағанағы естігендей. Қыздарының зорланғаны бар, Алла сақтасын. Күйеуінің кетіп қалғаны бар, балаларының 2 баласы инвалиді бар, қарызға батқаны бар. Осының бәрін енді өзі жалғыз бастаны болып, жалғыз өзі барлығын жүгін көтеріп отыр. Хотя бір жағынан осы Хадия қайырымдылық қоры бір жағынан көмектескісі келіп, біз енді осылай келіп отырмыз. Сіздердің себептеріңіз, сіздердің көмектеріңіз әуелі Алла разы болсын. Осындай мұқтаждар бізде азая берсін. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Гүлім. Рахмет, Алла разы болсын. Ауырма, иә? Екінен бақыт нәсіп етсін сіздерге. Әмин. Рахмет сіздерге. Көп жасаңыздар. Ешқандай оқасы жоқ.